2 минут ережесі. Твайла Тарп заманымыздың әйгілі бишісі және хореографы деген атпен танымал. 1992 жылы ол МакАртур стипендиясының иегері атанды. Бұл сыйлықты данышпандарға арналған грант деп те атайды. Тарп жеке қойылымдары арқылы өнердегі ғұмырының жартысы әлемді шарлаумен өткізген. Ол күнделікті қарапайым әдеттердің арқасында осындай жетістікке жеттім деп есептейді. Ұйқыдан тұрған соң белгілі бір рәсім орындайтын әдетім бар деп жазды ол. Таңғы сағат 5:30-да оянып, жаттығуға ыңғайлы киімдерімді киемін. Манхэттендегі үйімнен шыққан соң такси ұстаймын да жүргізушіге 91-ші көше мен 1-ші авеню қиылысындағы жаттығу залына апаруын сұраймын. Сол жерде 2 сағат спортпен шұғылданамын. Менің рәсімім күнде таңертең жаттығу жасау емес, такси ұстау. Рәсім таксиге отырып, жүргізушіге қайда баратынымды айтқанға дейінгі аз уақытта ғана орындалады. Біреуге қарапайым әрекет болып көрінетін шығар, бірақ күнде таңертең қайталай берген сайын ол рәсім оңай орындалатын әдетке айналды. Таксиге отыру, жаттығудан қалу немесе кейінге қалдыру сынды сылтауларға жол бермейді. Бұны мен көп ойланбай күн тәртібін ұстанудың бір әдісі деп түсінемін. Күнде таңертең ұйқыдан тұра салып, такси ұстаудан асыққан оңай жұмыс бар ма? Міне, бұл да мінез-құлықты өзгертудің үшінші ережесі. Қалай жұмыс істейтінін көрсететін керемет мысал. Зерттеулер біздің күнделікті әрекетіміздің 40-50% қалыптасқан әдетпен істелінетінін дәлелдеген. Мұның өзі айтарлықтай жақсы көрсеткіш. Алайда әдеттердің адамға әсері одан әлде қайда көп. Әдет біздің енді қабылдайтын саналы шешімімізге жауап беретін автоматты таңдау. Кейде әдет бірнеше секундқа ғана созылуы мүмкін, алайда ол одан кейінгі әрекетке ерекше әсер етеді. Ал ол әрекет бірнеше секунд емес, бірнеше минутқа, тіпті сағатқа созылуы мүмкін. Әдет жылдам жүруге болатын тас жолға шығу. Ол бізді керек жолға өзі-ақ алып шығады. Не болып жатқанын түсініп те үлгермейміз. Әйтеуір бір қарасақ, бар жылдамдықпен өзгерістерге қарай зулап бара жатамыз. Бұлай дейтінім, адам баласына жаңа әдет бастағаннан гөрі бұрынғы әдетін жалғастырған әлде қайда оңай. Мәселен, 2 сағаттық фильмнен жалықсақ та, оны көруді тоқтатпаймыз. Тойып тұрсақ та, тамақ іше береміз. 1 секундқа телефон қарайын деп, 20 минуттың қалай өткенін байқамай қаламыз. Демек, біздің ойланбай істейтін әдеттеріміз саналы түрде қабылдайтын шешімімізге тікелей әсер етеді. Күнде сағат 17:15 шамасында біздің кешкі уақытты қалай өткізетініміз бір сәтте шешіледі. Осы уақытта ары қарай не істейтініміз анықталады. Әйелім жұмыстан қайтады. Сосын екеуміз спорт киімдерін киіп, спорт залына барамыз. Не болмаса диванға жайғасып, үнді тамағына тапсырыс береміз де кеңсе сериалын көреміз. Твайла Тарптың рәсімі такси тоқтату болса, менің рәсімім спорт киімдерін кию. Киім ауыстырсам, міндетті түрде жаттығу жасаймын. Киім ауыстырған соң істейтін әрекеттерім залға бару, жаттығу таңдау, кермеге тартылу. Маған ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені бұл әдеттің алғашқы іргетасын баяғыда қалағанмын. Күн сайын өмірімізге айтарлықтай әсер ететін шешуші сәттермен бетпе-бет келеміз. Мен оларды шешуші сәттер деп атадым. Тамаққа тапсырыс бересіз бе, әлде тамақты өзіңіз жасайсыз ба? Бұны да бір мәселеге қатысты шешім қабылдар сәтке жатқызуға болады. Жұмысқа көлікпен барам ба, әлде велосипед дұрыс па? Үй жұмысын орындаймын ба, әлде ойын ойнаймын ба? Сол секілді шешім қабылдар сәттің бәрі сіздің өміріңіздегі жолайрықтар. Шешуші сәттер оқиғаның қалай өрбитінін түрлі нұсқасын ұсынады. Мәселен, мейрамханаға кірген сәтіңіз
түскі асқа не жейтініңізді анықтайды. Қандай тамаққа тапсырыс беретініңізді өзіңіз шешетін сияқты болып көрінеді. Дегенмен мәзірдегі тамақтардың бірін ғана таңдайсыз. Стейкхаустың табалдырығын аттаған сәтте стейк немесе антрекотқа тапсырыс беретін мәлім болады. Өйткені сіз мұнда суши жеу үшін кірмедіңіз. Таңдау шектеулі. Бургер хаусқа кірген уақытта сіздің қандай тамаққа тапсырыс беретініңіз мәлім болған. Бізді әдеттер алға жетелейді, біз соның жетегінде өмір сүреміз. Сол себепті күнделікті шешуші сәттерді бақылауда ұстау керек деймін. Әр күніміз көптеген шешуші сәттерден тұрады, бірақ бірнеше шешім ғана біздің жолымыздың қандай болатынын анықтайды. Олар алдын ала анықталған шешімдер нәтижесінде қабылданады және болашақтағы бағытымыздың траекториясын анықтайды. 2 минут ережесі. Өзгерісті шағын қадамдардан бастау керектігін білсеңіз де, үлкен қадам жасап, тезірек өзгергіңіз келіп тұрады. Өзгерісті армандаған уақытта көкейді еріксіз қуаныш кернеп, аз уақытта үлкен жетістікке жетсем деп ойлайсыз. Мұндай кезде ішкі қалауға қарсы тұрудың ең тиімді тәсілі 2 минут ережесін қолдану. Ережеде кез келген жаңа әдет 2 минуттан артық уақыт алмауы керек делінеді. Мынаны оқысаңыз, кез келген әдетті 2 минутқа сыйдыруға болатынын түсінесіз. Күнде ұйықтар алдында кітап оқу. Ұйықтар алдында бір бет кітап оқуға айналады. 30 минут йогамен айналысу. Йогаға арналған кілемшені төсеуге ауысады. Сабақ оқу, конспект дәптерін ашу. Жуылған киімдерді бүктеу. 1-2 шұлықты орау. 3 миль жүгіру. Жүгіруге арналған кроссовкалардың бауын байлауға өзгереді. Мұндағы басты идея әдеттерді барынша жеңілдету. Адамға 1 минут медитация жасау, бір бет кітап оқу немесе қандай да бір киім кию қиын емес. Жоғарыда талқылағанымыздай, бұл өте пәрменді стратегия. Олай дейтінім, бір істі бастаған адамға жеңіл істі жалғастырып алып кету оңайға соғады. Жаңа әдет сізге ауыр болмауы керек. Одан кейінгілері қиын болса да, алғашқы 2 минут оңай болуы шарт. Бастапқы әдетке дағдылану қажет-ақ. Одан соң өнімді әрекет жасау жолына түсесіз. Көкейдегі нәтижеге жеткізетін бастапқы әдеттерді тізіп алып, өте жеңілінен өте күрделісіне дейін аралықта бөліп тастаңыз. Мәселен, марафон жүгіру өте қиын, 5 шақырым жүгіру қиынырақ, 10 мың қадам жүру сәл қиын, ал 10 минут серуендеу оңайырақ. Енді жүгіруге арналған аяқ киім кию өте оңай. Мақсатыңыз марафон жүгіру болса, іс-әрекетті бастапқы әдеттен, яғни жүгіруге арналған аяқ киім киюден бастаңыз. 2 минут ережесі осылай жұмыс істейді. Бір бет кітап оқу, 1 минут қана медитация жасау, не болмаса жарнама үшін бір адамға ғана қоңырау шалу түкке тұрғысыз әрекеттер болып көрінеді. Бірақ сіз бұл жерде бір ғана іс жасау емес, үлкен істі бастау әдетін қалыптастыру керектігін естен шығармаңыз. Әдет жетілгенге дейін ол сіздің бойыңызға әбден тұрақтауы керек. Алдымен істі бастауға машықтанбасаңыз, одан кейін оның қандай да бір кем-кетігін түзеп жетілдіре алмайсыз. Күрделі әдетті басынан бастап құрылымдаудың орнына оңай бір істі күн сайын қайталап жасай беруді үйреніңіз. Бір сөзбен айтқанға, стандарттау оңтайландырудың алғышарты болуы тиіс. Бастауды үйренген соң, алғашқы 2 минуттық әрекет одан да ұзағырақ әрекет алдындағы рәсімге айналады. Бұл әдет қалыптастыруды жеңілдетуге арналған қулық емес, күрделі дағдыға машықтанудың таптырмас әдісі. Процестің басталуы рәсімге ұқсаған сайын сізге маңызды іске назар аудару жеңілдей түседі. Әрбір спорт жаттығуды
алаңында денені қыздырсаңыз, жақсы нәтижеге тезірек жетесіз. бір ғана бастапқы рәсімді үнемі ұстану арқылы күрделі шығармашылық процеске ден қоюды үйренеміз. Күнде кешке сізді алаңдата беретін заттардың бәрін өшіріп қойсаңыз, уақытында ұйықтауды үйренесіз. Бәрін бірдей автоматтандыру оңай еместігі түсінікті. Дегенмен, бұдан былай алғашқы әрекетті ойланбастан істейтін боласыз. Оңай бастауды үйренесіз. Қалғаны тез реттеледі. 2 минут ережесі кейбір адамға міндеттен бұлтару сияқты көрінуі мүмкін. Өйткені адам нақты мақсатқа жету үшін 2 минуттан көбірек жұмыс істеуі тиіс. Мұндай сәтте сіз өзіңізді алдап жүргендей сезінуіңіз әбден мүмкін. Ол рас, бір бет кітап оқу, кеудені еденнен бір рет ғана көтеру немесе жай ғана дәптердің бетін ашу дегенді көп адам шын қабылдамайды. Мұның бәрі жай ғана өзіңді алдау болса, оған уақыт жоғалтудың не керегі бар, деп ойлауыңыз ғажап емес. 2 минут ережесі сізге жасанды әрекет болып көрінсе, жоспарлаған жұмысыңызды бастаңыз да 2 минуттан соң дереу доғарыңыз, жүгіруге шығыңыз. Бірақ 2 минуттан кейін тоқтауыңыз керек. Медитация жасаңыз. Бірақ 2 минуттан соң доғарыңыз. Араб тілін үйренуге кірісіңіз. Бірақ 2 минуттан соң үстелден тұрып кетіңіз. Бұл бір істі бастауға арналған стратегия емес, бірақ ол да жұмыс. Сізге әдет қалыптастыру үшін бар болғаны 120 секунд уақыт берілген. Менің оқырмандарымның бірі осы әдісті қолданып 100 фунттан артық салмақ тастады. Алғашында ол залға күн сайын барып жүрді, бірақ өзіне залда 5 минуттан артық қалуға тыйым салды. Спорт залына барады, 5 минут жаттығады, сосын кетіп қалады. Бірнеше апта өткен соң ол өзіне ақыры күнде келеді екенмін, ұзағырақ жаттығуға тырыссам қайтеді дейді. Бірнеше жылдан соң ол осылай артық салмақтан арылды. Күнделік жазу осының тағы бір мысалы. Ойды қағазға түсіру қай жаста болмасын өте пайдалы іс. Алайда көпшілігіміз 1-2 күннен кейін оны тастап кетеміз. Немесе күнделік жазуды лажсыз міндет деп қабылдаймыз да тіптен қолға алмаймыз. Ең басты құпия өзіңізді өзіңіз мәжбүрлеуге жол бермеңіз. Әйгілі Британия бизнес кеңесшісі Грег Маккеон аз уақыт жазу арқылы күнделік жүргізуді әдетке айналдырды. Ол күнделік жазу барысында жалықпай тұрып, дәптерді жауып қойып жүрген. Эрнест Хемингуэй оқырмандарына осыған ұқсас бір кеңес береді. Жазуға енді төселіп келе жатқанда жазуды тоқтата салыңыз дейді ол. Осыған ұқсас тәсілдердің нәтижелі болуының тағы бір себебі олар сіз армандаған жаңа болмысты қалыптастырады. Спорт залына 2 минутқа 5 күн қатарынан келуіңіз өзгеше болмыс қалыптастыруға қадам жасағаныңыздың белгісі. Ол кезде сіз шымыр болуды ойламайсыз. Жаттығудан қалмайтын адамға айналуды көздейсіз. Жақсы адамға айналуды шағын ғана қадамдар жасаудан бастаңыз. Біз шағын қадамдарды үнемі естен шығарамыз. Өйткені бар ойымыз түпкі нәтиже туралы болады. Жаттығу залына мүлде келмегеннен гөрі бір ғана жаттығу жасай салған артық. Кітаптың бетін мүлде ашпағаннан гөрі бір бет болсын оқыған жақсы. Қол қусырып отыра бергеннен шағын ғана қадам жасаған әлде қайда артық. Күнделікті әдет қалыптастырып, әрекет етуді бастаған уақытта 2 минут ережесін әдеттерді дамыту деп аталатын техникамен ұштастырыңыз. Сол кезде сіз түпкі мақсатқа жеткізетін әдет қалыптастыра аласыз. Іс-әрекетті бар болғаны 2 минутқа созылатын ережеден бастаңыз. Одан соң келесі кезеңге өтіп, 2 минуттық процесті қайталаңыз. Осы ережені әбден меңгеріңіз. Содан кейін ғана
бастапқы ойыңызды толық жүзеге асыра бастаңыз. Бірақ сонда да сіздің назарыңыз алғашқы 2 минуттық іс-әрекетте болады. Кез келген мақсатты іс-әрекеттің 2 минуттық үлгісіне айналдыруға болады. Мен ұзақ әрі салауатты өмір сүргім келеді. Шымыр болуым керек. Жаттығу жасауым керек. Жаттығуға арналған киім киюім керек. Бақытты отбасы құрғым келеді. Жақсы жұбай болуым керек. Күн сайын жұбайымды қуантып тұруым керек. Келесі аптаның мәзірін әзірлеуім керек. Жаңа әдет қалыптастырғыңыз келген сайын 2 минут ережесін пайдаланыңыз. Ең күрделі әдеттің өзін бойға сіңіруде бұдан артық әдіс жоқ. Түйін: әдет бірнеше секундқа созылуы мүмкін, дегенмен ол сіздің одан кейінгі бірнеше минуттық, тіпті бірнеше сағаттық әрекетіңізге әсер етеді. Әдеттердің дені шешуші сәтте іске асады. Оны жол айрыққа теңедік. Күні жақсы немесе нашар өтетіне дәл сол сәттегі таңдауыңыз тікелей әсер етеді. 2 минуттық ереже: кез келген жаңа әдет 2 минуттан артық уақыт алмауы керек деген қағида бағынады. Әдетті әуелі шағын рәсімге айналдыруды үйренесіз, маңызды нәтижеге жетесіз. Стандарттау оңтайландырудың алғы шарты: жоқ әдетті дамыту мүмкін емес. Жақсы әдетті заңдылыққа айналдырып, жаман әдетті жою жолдары. 1830 жылдың жазында Виктор Гюго баспагерге жұмысты мерзімінде аяқтап үлгермегенін хабарлайды. Осыдан тура 1 жыл бұрын француз жазушысы оған жаңа кітап жазып шығуға уәде берген. Бірақ кітап жазудың орнына ол 1 жыл бойы басқа істермен айналысты, қонақ күтті, сөйтіп роман жазуды кейінге шегере берді. Одан көңілі қалған баспагер жаңа мерзім белгілейді. Кітап 1831 жылғы ақпанда 6 айда аяқталуы тиіс. Осы кезде Гюго кейінге қалдыру әдеті жеңудің ерекше тәсілін ойлап табады. Үлкен жамылғы ғана қалдырып, қызметшіге киім-кешегін сандыққа салып тастауды бұйырады. Көшеге шығатын жөні түзу киімі болмаған соң бөлмеден шыға алмаған жазушы 1830 жылдың күзі мен қысын тек қана кітап жазумен өткізді. Соның нәтижесінде Париждегі Құдай Ана ғибадатханасы кітабын уақытынан 2 аптаға ерте 1831 жылғы 14 қаңтарда жарық көрді. Кейде табыс кілті жақсы әдетте емес, жаман әдет жасаудың қиындығында болуы мүмкін. Бұл тарауда мінез-құлықтың өзгертудің жеңілдетіңіз деп аталатын 3-ші ережесінің кері баламасы туралы әңгімелеймін. Алға қойған жоспарыңызды үнемі кейінге шегере берсеңіз, Виктор Гюгодан үлгі алып, жаман әдетке еруге итермелейтін дүниелерден құтылыңыз. Психологтар мұны өзін-өзі шектеу әдісі деп атайды. Өзін-өзі шектеу әдісі дегеніміз дәл қазір болашақтағы әрекеттерге қатысты қандай да бір шешім қабылдау дегенді білдіреді. Ілгерідегі іс-әрекетті алдын ала болжау, оны жақсы әдеттермен ұштастыру және өзіңізді жаман әдеттен қорғау. Виктор Гюго роман жазу үшін заттарын сандыққа тастаған кезде өзін-өзі шектеу әдісін қолданған. Бұл әдісті қолданудың бірнеше тәсілі бар. Мәселен, тойып тамақ жемеу үшін шағын қорапқа салынған тамақ сатып алуға болады. Құмар ойын ойнамау үшін ойынханалар мен онлайн покер сайттарынан сізді қара тізімге қосуын өтіне аласыз. Спортшылар өзі өнер көрсететін салмақ категориясында қалғысы келсе, жарыс қарсаңында көшеден фастфуд жемеу үшін әмиянын әдейі үйде қалдырып кетеді деп естідім. Тағы бір мысал келтірейін. Досым әрі әріптесім, ол да әдеттер жөніндегі маман. Нир Эл
Wi-Fi роутеріне арналған таймері бар тоқ қосқышын сатып алады. Күнде кешкісін сағат 22:00-де таймер роутерді автоматты түрде өшіріп тастайды. Үйде интернет өшкен кезде бүкіл отбасы ұйықтайтын уақыт келгенін түсінеді. Өзін-өзі шектеу әдісі өте пайдалы. Ол сізге нәпсі қақпанына түсіп қалмай тұрып, жақсы әдетті ұстануға көмектеседі. Мәселен, өз басым калориясы аз тамақ жегім келсе, даяшыдан тамақтың жартысын алып кетуге ыңғайлы ыдысқа салып беруін сұраймын. Мен мұны тамақты әкелмес бұрын ескертіп қоямын. Өйткені ол тамақ алып келген соң, мен мұнан жартысын ғана жеймін деген уәденің іске аспай қалатынын білемін. Өзімізге жақсы әдет ұстанудан гөрі одан бас тарту қиын болады, міндет қоюымыз керек. Салауатты өмір салтын ұстанғыңыз келсе, жақын маңнан йога курсын тауып алыңыз да, бір айдың ақысын алдын ала төлеп тастаңыз. Кәсіп бастаған келсе, өзіңізге жақсы көретін кәсіпкердің сабағын жазылып қойыңыз. Уақыты келгенде барғыңыз келмесе, кездесуден бас тартудан басқа амал қалмайды. Біріншіден, ол қиын. Екіншіден, төлеген ақшаңыз күйіп кетеді. Өзін-өзі шектеу әдісі болашақта дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі. Өйткені сол кезде сізге жаман әдет жетегінде кету қиынға түседі. Одан да жақсы жолы бар. Жақсы әдеттерді заңдылыққа айналдырып, жаман әдеттерді жарамсыз етуге де болады.